Сәлем, менің оқырманым. Сіздермен Бақытбек қызы Аңсагүл. Сабақты қызықты өткізудің тағы да бір жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпа. Инстаграм каналыма да тіркеліп қой, ол жерде қазіргі хит көрнекіліктерді және де слайд шаблондардың жасалу жолын көрсететін боламын. Сабағымды мысалы қалай бағалайсыз қойсаңыз, одан кейін осыған дайын жауап беріп кетеді. Қайырлы күн, менің оқырманым. Бүгін сіздермен Google формада тест беріп байланыс жұмыстарын жасайтын боламыз. Ол үшін Google Chrome'ды осылай ашасыздар. Оң жақта осындай тор көз бар, соны басасыздар. Және сіздердің алдарыңызда осындай түрлі командалар келеді. Осының ішінде сіздер форма дегенді таңдайсыздар. Мінекей, сіздерге мына жерде шаблондар берілген. Жалпы осы Google формада не істеуге болады? Көрдіңіздер ме? Шақыру да жасауға болады. Телефон сақтауға да болады, нөмірлерді, иә. Одан кейін түрлі опростар жасауға болады. Енді жаңа тест жасау үшін біз сіздермен плюс батырмасын басамыз, создать форму деген. Енді ашылған бетте новая форма деген жерге сіздер тақырып жазып қойсаңыздар болады. Бірінші тақырып жазып барып өшіресіз. Мысалы тест тапсырмасы деп қояйын. Мінекей. Ал енді описание бөліміне өздеріңіз білесіздер, жазасыздар ма, жазбайсыздар. Мен мысалға былай жазамын. Записанның зерттелуі тақырыбы бойынша тест тапсырмасы. Мысалы, бір шығарма желісіндегі бір тапсырма жасаңыздар, соның мақсаты қандай дегенді осы описание деген бөліміне қойып кетсеңіздер болады. Енді вопрос без заголовка деген жерге басасыздар, сонда сіздерге тест жазатын терезе ашылады. Тесттің тақырыбын не алдын ала дайындап қойған тест тақырыбын көшіре аласыздар. Және осы жерге ставить дегенді басып, телефонды басып қоясыздар. Енді тестімізді варианттарды нұсқалап жазып аласыздар. Біз настройкаға кіріп, жасап алуымыз керек настройкасын. Бірінші тест деген жерге сіздер бұны таңдап аласыздар. Себебі бұл жерде біз тест жасайық деп жатырмыз. Ол жерде бізге дұрыс жауаптар келуі керек, оқушыда мысалға дұрыс жауабын көріп отыру керек деген секілді. Немесе оны алып жасасаңыздар да болады. Правильный ответті, дұрыс жауапты оқушы көрмейді, ол жауапсыз өзіңізге келіп отырады. Енді максималды балл бұл әр сұраққа максималды балл деген екіні белгілеп қойдым. Мысалы, максималды балл сіз 5 қоясыз ба, иә? Мысалы, тесттің ішінде эссеге кіргізуіңіз мүмкін, иә? Мысалға, мәтінмен жұмыс кіргізуіңіз мүмкін. Мәселен, немесе пікір жазуды кіргізуіңіз мүмкін. Сонда мысалға балды көбейте бересіз. Енді мен максимум ең жоғарғы балды 2 деп қана қояйын. Жақсы, настройкасын жасадық. Енді нұсқаны қою үшін жаңағындай тест тапсырмамызға барамыз. Жауап нұсқасын белгілеп алып, енді ответы деген жерде басасыздар. Мінекей максималды балл қойылды жаңағы. 2 балл. Сіз оны өзгерте аласыз. 1 балл қоя аласыз. Тест жағынан емес 2 балл болсын, өзіңіз білесіз. Енді осы бетте дұрыс жауапты белгілеп кетесіздер. Мысалы, қай себепті кімнің деген сұраққа жауап береді дегенді біз бала деп белгілеп кетеміз. Енді добавить описание деген тұр, иә. Бұл жерге сіздер бала дұрыс жауап бергеннен кейін іріктептігі туралы мысалы ережесін қойып кетсеңіздер де болады. Немесе егер дұрыс жауап қоймаған жағдайда, немесе жауап бермеген жағдайда мәтінді қайталап, тақырыпты оқу деген секілді жазып кетсеңіздер болады. Готово батырмасын басасыздар. Немесе ештеме жазбасаңыздар болады, ол өз еркіңіз. Обязательный вопрос деген жерді белгілеп кетіңіздер. Себебі оқушы тестке жауап беріп жатқанда сұрақтар қалып кетпес үшін осылай белгілеп қойыңыздар. Енді келесі сұрақ қосу үшін мына жерде қолдың оң жағындағы менюдағы плюс батырмасын басасыз. Мен екінші сұрақты бірнеше дұрыс жауабы бар тестқа қойып, қайтадан тестімізге барып сұрақты көшіріп аламыз. Мысалы, мынандай бар септігінің жауабын көрсетіңіз дегенді таңдайық. Енді жауап нұсқаларын таңдаймыз жаңағындай. Енді бірінші дұрыс жауабы бар нұсқаны көрсетемін. Енді добавить вариант дегенге басасыздар. Сізге 5-ші вариант келген нұсқа келеді. Ға-ге қайтуын саған не төлеймін. Екінші сұрақты мен осылай бірнеше нұсқасы бар сұрақ қылып қарастырамыз. Мен жаңағы қазір қайтемін көшіріп қойып
Енді ответ деген жерге барасыздар да жаңағы екі дұрыс жауапты белгілейсіздер. Әр сұраққа 2 балл лектор немесе 1 баллға өзгертсеңіздер болады. КТБ батырмасын басасыз. Обязательно вопрос дегенді басуды ұмытпаңыздар. Мінекей. Ал енді тағы да бір форманы көрейік. Мінекей 3-ші нұсқасы. Енді бұл жерде біз раскрывающий список толтыру жасауға болады, немесе текст жасақ. Мінекей сұрақты айтайық. Мысалы, ауылға, үйге, қалаға сөздермен сөйлеу кратик. Мінекей. Енді краткий ответ деген жерге балалар жауап береді. Тағы да бір сұрақ қояйық. Енді бұл жерге сіздер абзац деп қояйық, қараңыз. Енді бүгінгі өткен сабақ туралы пікіріңізді жазыңыз. Мұғалімге кері байланыс ретінде қолданыңыз. Мұғалім мына жерге жауабын жазып қалдырады. Обязательно вопрос деп бұны да берді. Келесі тағы да бір түрін көрсеткім келіп тұр осы форманы. Ол мінекей жаңадан қосылған екен, оценка деген бөлім. Бүгінгі ашық сабағымды мысалы қалай бағалайсыз қойсаңыз, одан кейін осыған жаймен жауап беріп кетеді. 5 класста, 10 класста жүре қоясыз ба, мынадай батырмасын қоясыз ба, оны өзіңіз білесіз. Мінекей. Осыны жасағаннан кейін опубликовать етіп, сілтемесін мұғалімдерге жіберіп, өзіңіздің сабағыңыз жайлы осындай бағалауды көрсеңіз болады. Ал енді осы сұрақтарымызды, тесттарымызды қалай жібереміз? Ол үшін опубликовать дегенді басасыздар. Доступно по ссылке деген тұрады. Енді осы жерге опубликовать дегенді басасыздар. Енді сілтемені жіберу үшін мынау белгіні басып сілтеме шығады. Короткий деп қысқасын таңдайсыздар. Өздеріңіз білесіздер. Копировать дейсіздер. Мен өзімде қазір телеграм каналына жіберіп қоямын. Ответ деген жерден жауаптарын қарайтын боламыз. Мінекей. Бұл енді форма дайын. Енді қазір мен телефонмен жауап беріп көремін. Енді міне бізге бір жауап келіп түсті. Көрдіңіз ба? Ответы дегенді ашамыз. Мінекей. 3 балл алды 7 балдан. Біріншісі дұрыс, екіншісі дұрыс, үшіншісі не жауаптар.